Үйді түсірмес бұрын алдыңғы не бойынша мен түсіндіріп жіберейін. Бізде мысалы қара, міне столешницаның 32 шығып тұрады дедік, астыңғы незі 500 дедік. Енді мына жерде соны түсініп алайық. Негізі глубина шкафа деген кезде шкафтың глубинасы деп нені ғана айтады. ЛДСП корпустың ғана размерін айтады. Бұл міне несімен бірге мысалы 500 болып тұр. Осыда мына жерден бастап мына жер 32 шығып тұрғаны. Өйткені мынау МДФ 16, ана 16 шығып тұрады. Ал енді арты 68 қалып тұр. Осыны түсіну керек. 68 қалып тұр. Жалпы шкафтың қалыңдығы міне ылғи 520 деп есептеледі. Артта 4 мм қадайып бар, 16 алдында бар, 520 деп есептеледі. Общий қалыңдығы. Ол не үшін керек? Ол дегеннің сөз, қазір угловой сызған кезде, мына қазір 2 метр қылып істедік қой. Мынау соңына дейін бармайды, 68 қылса болады. Өйткені келесі сынаған жалғасып кетеді ғой. Сол үшін енді жаңағының несі бізде тұр екен. Жаба салайық, керек жоқ. Енді угловойды сызып жіберейік. Енді угловойдың екі жағдайы бар. Мынау көк А стороны, сары Б стороны, иә? Осы жерде столешница деп алайықшы. Мынау столешница былайынан тұрады. Бірінші жағдайда, екінші жағдайда столешница мынау ұзынырақ болады да, керісінше мына жерде ұзын болады. Енді мына бірінші жағдайда У деп тұр ғой. Өзі угловой бір шкаф болады. Сол шкафқа планка бекітіледі да, соны угловой дейді. Сол бірінші жағдайда А сторонасы угловоймен аяқталады. А екінші жағдайда угловоймен басталады. То есть угловой шкафымыз біздің мынау ненің столешницаның ұзындығын бітетін жерін, қай жерден бітетінін сол осы анықтайды. Қазір мынамен ала берейік. 2 метрде 2 метр ақ бола берсін. Енді қара. Мынау угловоймен аяқталатын болғандықтан, мынау угловой, мынау универсальный болды. Мына жағымыз міне, ойбой, мынау А жағы бітті осымен. Енді мына жағы бізде, қара, енді бір жағында не бар? Негізі 2 метр деп тұрғанмен, мынау бұрыштан есептеледі. Столешницаның 600-і кетеді. Мына жерде 1400. Негізі 1400 емес, 1384 болады жерде. Сондықтан бірденен 384-ті, мына жерде 600, мына жерде 400 дей салайық. Сөйтеміз да мынаны духовой шкаф қыламыз. Қалғандарына былай қойып жіберейік. Үстіңгісі енді былай алайық. Иә, таңдамаппыз ғой. Бұда астың угловой, үстің угловой не қылу керек, совпадать ету керек. Сосын мына жер 584 па, 684 бітті. 200 айырмашылығы бар ғой. 400. Под вытяжку. Енді астың шкаф пен үстің шкафтың 200 мм айырмашылығы бар, оның 500, анау 300 ғой қалыңдығы. Так, өте дейік. Мынау айтпақшы айтқан 68-міз. Мынаны 932 қыламыз. Так, бұл менше дейді. Менше болып тұрса, значит, 300 бар екен ғой. Берді столешницаның несіне артқа шегініп тұр ғой, сол үшін ғой. 684. Ал кеттік. Негізі 384 не үшін екенін қазір түсіндіре салам, 932-ні қазір ол түсінікті болады, бірақ сонда да тағы бір көрсете салам. Берді мынау бір планка шығып тұр. Мына жерде бізде 32-лік планка бар еді ғой. Сол 32 планкалы фасадтың бетіне барып қойылғаннан кейін, столешницамыз 32 шығып тұрғаннан кейін, сол айырмасы оны не шығып тұр. Ал қойып жіберейік.
дейік бірінші 32-ден енді 68 көрсете салайық. Шкафымыз енді дұрыс қой, көрдіңіз бе? Мынау жаңағы мынау біріншісі. Так, сброс дейік та. Разделить ете салайықшы. Мынауымыз жағы 1 метр, мынауымыз 932 ғой. Өйткені мына жағы 68. Енді мынау аралығы бізде 48 мм ашық тұр. Неге 48? Өйткені мына жерде біз өзі фальш панеліміз тұр. И 32-лік планка тұр. И мына 16-лық уже мына жаққа шығып кетті, көрдіңіздер ма? Мен қазір оны столешницадан алып тастап, төбесінен бір көрсетіп жіберейін. Столешницаны бүйтіп шығып кетті дейік та. Көрме мынау? Мынау планка МДФ планка бұл. Енді мына МДФ болса МДФ. Мынау ЛДС бұлар артында жай қойылады. И сосын мына фальш панельдің өзінде соңына дейін апарып ол расход қылудың қажеті жоқ. Сол жерден ғана қысқа қайтара саламыз. Бұл жердің стегі осылай. Үстінде де негізі біраз кісілер солай планка қояды. Бірақ по факту келген кезде планка қажет жоқ екен. Көп адамдар осылай жасайды екен. Менің YouTube каналымда қарасаңыз, басқа видеолар бар, негізі басқа варианттар жасалғаны. Осы бұның үстінің жаңа 300 артық болатын себебі мына жерден басталып мына жерге дейін барса, бұл енді мына аралыққа дейін барып тұр ғой. Сол үшін ол сол жері солай. Енді алдында не нәрсені айтпай кеттім. Алдында фасадтарды қоюды айттым, е. Нені айттым? Текстураны. Текстура демекші, қазір бір текстура көрсете салайыншы, тағы бір. Текстурамен дегенді көрсете салайыншы. Мысалы, мен қазір біреуін ғана таңдайын да, корпусын LDS-пісін текстурамен алайық. И осы текстура бұлай түседі негізінде. Қараңызшы, сәл не болып тұр. Шелекті аламыз да, альтты бассақ, материал шығады. Мынаны бүйтіп бүктей тұрайық. Бүктеп жүрсек, мына выбрать деп тұр ғой. Енді таңдалғаннан кейін осы жерде не қылып жіберсем, мына текстураның размерін 1000-1200 қылсаң, көрдің ба? Мынау енді шын несіне келіп қалды. Мен енді дұрыс баспадым, бәрін басып жібердім. Осылай. Тағы да бұл главойды не қылдық. Мына жерде тағы қосымша бірдеңе айта салайын, е. Мынау алдындағы жабылмағаннан кейін әңгіме айтып тұр. Мынаны жауып таста дейді. Өйткені аттары бірдей ғой. Мейлі. Алдында осылай шықты ғой. Алдында мынаны басқан жоқпын. Осыны көрсете салайын. Мынау қазір алдық та. Тура жаңа дүниелердің бәрі атымен, кромкасымен каттинг 3-ке сала салуға болады. Каттинг 3-ке бүйтіп очистить таблицы дейміз да. Добавить десең болды. Мынау кромкасымен, несімен түсе салады. Міне. Кромкасы аттары бұлай тұр. Жарайды, бұны осымен тоқтатайық. Бұны да